Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін неміс халқының тамағы штрудель жасаймыз. Алдымен нан илейміз. Бір кесе айранға 1 шай қасық ас содасы мен 1 шай қасық тұз салып, және 1 жұмыртқа қосып, жұмсақ етіп нан илейміз. Штрудель жасау үшін өзіңіз ұнататын кез келген етті алуыңызға болады. Және әдеттегідей пияз бен сәбізді ұсақтап турап, қазанға қуырамыз. 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. Тұз бұрышын қосамыз. Етті 5-6 минут қуырып болғаннан кейін 1 кесе су қосамыз, қақпағын жауып бұқтырамыз. Енді табаның түбіне кішкене сұйық май құйып, 1-2 үлкен пиязды ұсақтап турап қуырамыз, және 1 орташа сәбізді үккіштен өткізіп қосамыз. Және 70-80 грамм сары май қосамыз. Ал қазанға капуста мен картошканы 4 бұрыш етіп турап қосамыз. Олардың мөлшері өзіңіздің отбасыңызға байланысты. Отбасыңыз үлкенірек болса, көбірек қосуыңызға болады. 2 кесе су қостым тағыда. Енді нанымызды жаямыз. Нанды осылайша ұзынша және 4 бұрышқа ұқсатып, жайғаныңыз өзіңізге ыңғайлы болады. Енді табада бұқтырылған пияз бен сәбізді нанның бетіне түгел жайып шығамыз. Осылайша асықпай, әдемілеп орап, рулет жасаймыз. Нанның шеті ашылып кетпеу үшін жабыстырып аламыз. Және биіктігі шамамен 2 сантиметрдей етіп, бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Нанымызды қазанға осылайша орналастырып шығамыз. Су көп болмау керек, нан буға пісу керек. Нанды салғаннан кейін шамамен 20-30 минуттай пісіреміз. Шамамен осы уақытта дайын болуы керек. Түскі немесе кешкі асқа өте әдемі, тойымды, дәмді тағам. Үстіне көк пияз бен укроп себеміз. Видео ұнаса лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Асты бірге дайындайық. Келесі видеода кездескенше.